Екінші бөлім, 18-ші тарау. Мартин рутинасы осылай жалғасқан. Демалыс күндері кейбір кезде ол Оклендқа аттанған, ал кейбір кезде Джомен алкоголь ішкен. Ол ішкенде өз-өзін жоғалқанын түсінген, бірақ алкогольден емес, ауыр жұмысынан. Дегенмен алкоголь денсаулыққа зиян келтіреді. Сол кезде Мартин жұмысынан босау туралы шешім қабылдаған. Міне, жұмысын бастағаннан 3 ай өткеннен кейін Мартин мен Джо бірігіп жұмыстарынан кеткен. Мартин теңізге баруға шешкен, ал Джо қаңғырушылықпен айналысуға шешкен. Яғни Джо бомж болуға шешті. 19-ші тарау. Руф өнер бакалавры дәрежесін алып, универ оқуын бітірді. Мартин ше жұмыс істеуін тоқтады және жұмыстан кейін қалпына келе бастады. Алайда өз шығармашылығына әлі оралған жоқ. Сондықтан екеуі бір-бірімен көбірек көрісе бастады. Міне, Мартиннің Руфтың теңі бола алатын кезі келді. Бір күні Руф анасымен бірге Мартин туралы әңгімені бастаған. Сол әңгімесінде Руф анасына Мартин мен қарым-қатынасын сипаттаған. Мартин Руфқа ғашық. Және Руф соны біледі. Бірақ Руф Мартинге ғашық емес, ол жай ғана оған қызыққан. Мартин Руф үшін оның меншігі сияқты, оның бульдогы сияқты. Руф онымен ойнап жүрген, алайда кейде Мартин мінезін көрсетіп, бостандыққа қашып кетуге дайын екенін көрсеткен. Бірақ Руф үшін жігіт арманы Ханзада, ал Мартин Ханзадаға мүлдем ұқсаған жоқ. Оның күші көп болған, алайда ол ішкен, темекі шеккен, боқтасқан және төбелескен. Руф анасына соны айтқанда жылай бастаған. Анасы қызы үшін бір жағынан қайғылы болған, екінші жағынан қуанған, өйткені тәжірибе сәтті өтті. Руфтың болмысындағы қуыс әйелдікпен толды. Енді Руф басқа әйелдер сияқты жігіттерге қарай бастады, және бұл жігіт Мартин болған. Миссис Морс, яғни Руфтың анасы, мистер Морсқа, яғни Руфтың әкесіне тәжірибенің сәтті өткен хабарлаған. Миссис Морс енді Мартиннен құтылуға болатынын айтқан. Мистер Морс, яғни Руфтың әкесі, бұның қажеті жоқ екенін айтқан. Өйткені ол Мартиннің жақында теңізге шығатынын білген. Және Мартин Калифорнияға оралғанда Руф шығыста өзінің Клара тәтесінде болатынын айтқан. Бір күні Мартин мен Руф бірге болғанда табиғат сондай әдемі болған. Нәтижесінде Руф оны Мартинге қарай тартып жатқан бір үлкен күшті сезіп, өзі байқамай, онымен сүйісе бастады. Руф бұл шынымен махаббат бекен деп ойлай бастады. Ол Мартинге менікілер сол туралы не айтар екен деп айтқан. Мартин оларға сол туралы мен өзім айта аламын деп айтқан. 22-ші тарау. Руфтың әке-шешесі Руф пен Мартиннің жағдайы туралы білді. Мистер Морс миссис Морсқа Руфқа Мартинді көбірек біліп, оны басқа жігіттермен салыстыруға уақыт беру идеясын ұсынды. Тағы бір әңгімесінде Мартин әзілдерді жаза арқылы ақша табу идеясымен бөлісті. Руфтың осы идеядан көңілі қалған. Ол Мартиннің адвокат болуын қалаған. 23-ші тарау. Мартин бөлме жалдай бастады және шығармашылығын жалғастырды. Ол бөлмені Мария Силва деген португалдық әйелден жалға алған. Мария жесір әйел болған. Оның бірнеше балалары болған. 24-ші тарау. Мартин өз шығармаларын сата алмады. Ақша біте бастаған. Мартин 40 сағат бойы ештеңе жемейтіндей жағдайға жетті. 25-ші тарау. Бір күні Мартин Мария мен алкоголь ішті. Олар отырғанда өз армандары туралы сөйлескен. Мария оның бір сүт ферманы иелену арманы бар екенін айтқан. Бұл ақпарат шығармада тағы да кездесетін болады. Мартин теміржол поштасында жұмыс істей бастады. Бір күні Transcontinental деген баспа Мартинге хат жіберген. Осы хатта қолжазба болған жоқ. Бұл қабылдау дегенді білдірген. Ең бірінші рет Мартиннің шығармасы
журналға сатылды. Бұл оның The Ring of Bells хоррор әңгімесі болды. Мартин осы баспа оған әрбір сөз үшін 2 цент береді деп ойлаған. Әңгімеде 5000 сөз болған, яғни ол толығымен $100 алады деп ойлаған. Бірақ хатта чек болған жоқ. $100 орнына Мартин $5 алатын болады. И то әңгімесі журналда басылғаннан кейін ғана. Мартиннің көңілі қалған. Мартин газеттер жазушылардың ақысы туралы өтірік айтқан деген тұжырымға келген. Ол 2 жылды бекер өткізді деп ойлаған. Енді ол Джоға қызғанған. Ол шығармашылығын тастап, Руфтың одан қалаған жұмысты бастауға дайын болған. Мартин көп уақыт бойы тамақ жемегендіктен ауыра бастады. 26 тарау. Мартин ауырғанда ол White House деген баспадан хат алған. Олар Мартиннің The Whirlpool атты хоррор әңгімелер сериалы үшін $40 ұсынған. Бұл әрбір сөзге 2 цент төле алған деген сөз. Демек, бұл өтірік болған жоқ. Просто Мартин қандай баспалардың төмен дәрежелі және қандайлары жоғары дәрежелі екендігін білмеді. Ол White House баспасына келісетінін жазған. Мартин бір нәрсеге сенімді болған. Ол өз шығармашылығын жалғастыратын болады. 27 тарау. Ақша келе бастады. Мартин көптеген қарыздарын қайтарып, соңында оның $3 қалды. Ол осы $3 қолға алып, оларды тиіп ләззат алған. Өмір оған әдемі көрінген. 28 тарау. Мартиннің сәті кеткен. Кейбір баспалар Мартин шығармаларын Мартинге төлемей басып шығарған. Мартин ақысы оның тіршілігіне әрен-әрен жеткен. 29 тарау. Мартин Руфтың үйінде болғанда ол профессор Колуэллмен танысқан. Осы сәтке дейін Мартин тек қана сол адамды ақылды деп санаған. Қалған адамдар Мартин үшін надан болған. Мартин мен Руфтың әкесінің арасында жағымсыз пікірталас пайда болған. Мариан, Мартиннің әпкесі, Мартинге өзінің үйленуі туралы айтқан. Оның болашақ күйеуінің аты Херман фон Шмидт болған. Ол механик болып жұмыс істеді. Мартин Мариан туралы поэманы жазды және ол оны Мариан мен Херманның алдында оқыды. Херманға поэма ұнаған жоқ. Кейін Мариан Мартинге келіп, осы поэманың дөрекі жазылғанын айтқан. 30 тарау. Осы тарауда Мартин мен Руфтың диалогы көрсетілген. Мартин айтқан: редакторлар жеңіліс тапқан жазушылар. Мен жеңіліс таппаймын. Руф айтқан: менің әке-шешем саған қарсы. Мен оларға сені қаншама сүйетінімді айттым. Егер сен әкемнің офисіне келсең, ол саған үйлену тойымызға және кішкентай коттеджді сатып алуға болатындай ақша бере алады. Кейін Мартин Руфқа өз шығармасын оқи бастады. Руф айтқан: неге сен репортер болып жұмыс істемейсің? Мартин айтқан: бұл шығармам саған ұнамады ма? Руф айтқан: бұл маған ұнап тұр, бірақ мен сенің ғылыми сөздеріңді түсінбедім. Сен шығармашылықпен ойнадың, бірақ енді саған менің де өмірім туралы ойлануға сәт келді. Мартин айтқан: сен мен жұмысты тапқанымды қалайсың ба? Руф иә деп айтқан. Мартин Руфтың оның шығармалары туралы ойын сұрай бастады. Руф тікелей жауап бермеді. Кей сәттен кейін ғана Руф айтқан: менің ойымша, сен жазушы болуға туған жоқсың. Мартин айтқан: мен күніне 4 сағат ұйықтаймын. Мен даңқты қалап тұрған жоқпын. Мен сені қалап тұрмын. Менің жазуға ұмтылысым мен үшін ең маңызды нәрсе. Мен жазуды қалаймын және мен жазумен өмір сүруді қалаймын. 31 тарау. Енді Мартин әпкесі Гертруда да Мартиннің табысына сенбеген. Бірақ Мартин жақсылыққа үміттенген. Мартин Рус Бриссенден деген адамды кездескен. Бриссенден Мартинді алкоголь ішуге шақырған.
Мартин Бриссенденді ұнатпаса да, Мартин өзін жалғыз сезген. Сондықтан ол сонда барған. Олар ішкенде сөйлескен. Мартин Бриссенден ақылды екен түсінді. Бриссенденде профессор Колуэллде болмаған нәрсе болған. Бриссенденде от болған. Ол сөйлескенде одан жанатын сергек сөздер шыққан. 32-ші тарау. Мартин Бриссенденге өз шығармаларын берген. Бриссенден оларды ұнатты. Бриссенден Мартинге журналдарды тастап, теңізге шығуға кеңес берген. Мартин келіспеді. Осылай екеуі жиі сөйлескен. 33-ші тарау. Алғыс айту күні жақындай бастаған. Руф Мартинді шақырған. Мартинге ақша жетпеді. Ол Transcontinental баспасы офисіне касса жинау үшін барған. Баяғы $5. Онда 3 адам болған, әрқайсысы Мартин әңгімесін мақтаған. Бірақ Мартин ақша сұрай бастағанда, олар келесі күндері береміз деп айтқан. Бір мезетте осы үшеуінің біреуі офистан шыққысы келіп, ол қоштаспай кете бастағанда, Мартин оны тамағынан алып $4.95 алған. 34-ші тарау. Руф Мартинге келесі күнгі кеш туралы сұрау үшін келген. Мартин сол туралы ұмытқан. Ол өз $5 Марияға көмектесу үшін жұмсаған. Мартин өз тозған костюміне қарап, Руфқа өзінің келе алмайтынын айтқан. 35-ші тарау. Бриссенден оралып, Мартинге ақшамен көмектескен. 36-ші тарау. Бриссенден Мартинді Сан-Францискодағы гетоға апарған. Сол гетода орналасқан бір үйде бірнеше ақылды және қызық адамдар жиналған екен. Олар көптеген тақырыптар туралы сөйлескен. Политика, дизайн, әдебиет, экономика және әрине философия. Мартинге бұл атмосфера ұнады. Осы романда автор, яғни Джек Лондон, бір шығарманы бірнеше рет қайталаған. Бұл Герберт Спенсердің First Principles, немесе қазақша айтсақ, алғашқы принциптер философиялық шығармасы болған. Мартин осы шығарманы Руфпен танысқалы бері оқыған. Джек Лондон сол шығарманы көп қайталағаны соншалық, менде Джек Лондонның өз оқырмандарына сол шығарманы оқуға кеңес берген деген сезім пайда болды. Мартин осы жиналыста болғанда, ол осы Герберт Спенсер туралы Сәлибенің The Cycle of Life эссесі туралы естіген. Кейін Мартин осы эссені оқыған. 37-ші тарау. Мартин Руфтың үйіне келді. Тағы бір кейіпкермен таныстырайын. Жоғары сот төрешісі, фамилиясы Блаунд. Мартин Блаундты бірнеше рет көрген, және Мартин Блаундты жек көрген. Мистер Морс пен Блаунд политика туралы сөйлескен. Мистер Морс әңгімеге Мартинді қосқысы келген. Мартин мен осы екеуі арасында талас басталған. Мартинді Блаундты орнына қойды. Мистер Морс Мартиннің идеяларын түсіне алмады және ұнатпады. Онымен қатар, ол Мартиннің жауаптарының жалқау және пассивті екенін ұнатпады. Енді ол Мартинді ол үшін ең қасиетті тақырыбын тесе бастады. Ал Мартин үшін ең қасиетті тақырып Герберт Спенсер. Блаунд Мартинді ашуландыратын бір нәрсені айтқан. Мартин Блаундқа: «Жексұрын, саған Сәлибенің Спенсер туралы эссесін оқу керек» деп айтқан. Дегенмен бірнеше жыл бұрын Мартин осындай жоғары лауазымды адамдарды құдайларға теңеген. Енді Руф Мартиннің жауаптарынан шок алған. Осы кештің қалған бөлігі қиралған болатын. Мартин мен Руф оңашада қалғанда, Руф жыла бастады. «Сенің мінезің адам төзгісіз» деп айтқан. Мартин әлі де ашулы болған, және ол, мен түсінгендей, мистер Морс пен Блаунд туралы жабайылар деп ашулы айтқан. Руф Мартинді ешқашан осыншама ашулы екендігін көрмеген. Осы сәтте Руф Мартиннен қорықса да, ол әлі де болса Мартинге және оның күшіне тартынған болатын. Ол Мартиннің тамағын өз қолмен құшақтаған. Мартин Руфқа айтқан: «Енді бұдан былай мен сенің кештеріңді мазаламаймын жаным. Олар мені жақсы көрмейді, бірақ мен
бірақ менің оларға өзімнің объективті пікірімді айтқаным дұрыс емес. Осымен екінші бөлім болды. Үшінші бөлімге сілтеме бұл жерде тұратын болады.